Good morning, good afternoon, good evening. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Мен неге өйтіп амандасып жатырмын? Өйткені бізде онлайн сабақ. Онлайн сабақты сен кез келген уақытта көре аласың. Сондықтан сен қай мезгілде, қай уақытта қарап жатқаныңды білмегендіктен мен саған 3 мезгілде амандастым. Let's start our lesson. Today's lesson about Smiles magazine, our world. Бүгінгі тақырыбымыз біздің әлем туралы, тек қана Қазақстан шеңберінде ғана емес, біз басқа да мемлекеттің оқушыларымен де танысуымыз керек. Өзіңнің кітабыңның 26 бетін аша қой. Open your books. Pupils books at page 26. What do you see? Не көріп тұрсың? Бұл жерде 3 түрлі оқушы, яғни 3 мемлекеттің оқушысы тұр. The first is the United Kingdom, біріккен корольдік мемлекеттік, британиялық, Екінші, the second is Russian boy, орыс бала. He is from Russia. Yes? And the last, we see a girl, and she is from Kazakhstan. Ол Қазақстаннан. Мінекей, көрдің ба? Бұл жердегі сіздерге неге 3 түрлі сурет беріп тұр? Өйткені саған да мүмкіндік беріп жатыр. Саған да айтып жатыр. Сен де өзіңнің мектебіңді суретке түсіріп, бізге жібер дейді. Ал сен оны маған жібер суретті. Жарай ма? Немесе өзіңнің мектебіңді суретке түсіріп алып, классыңа айтып бер. Менің мектебім осындай деп. Жарай ма? The next page. Келесі бетті аш, 26 бет. Біз енді ағылшынша 10-ға дейін санап үйрендік, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, good. Оның бәрін білеміз, окей? Енді бізде не қалды? Тақ сандар, жұп сандар дегенді өтуіміз керек. Соны ағылшынша үйреніп алайық. Тақ сандар дегеніміз ол 1, 3, 5, 7, 9. Жаттап ал. Осы бізде тақ сандар болып саналады. Өзінің кітабында үй, қызыл үй, көк үй болып 2-ке бөлініп тұр. Сол қызылдары тақ сандар, көктері жұп сандар болып саналады. Және ағылшынша тақ сандарды біз айтамыз odd numbers. Repeat after me. Odd numbers. Odd numbers. Ал жұп сандарды біз even numbers. Even numbers. Even. Repeat after me. Even, odd. Odd, even. Odd, even. Odd. Тақ, even, жұп. Қалай? Ұнады ма? Енді сен математикаға барған кезде қайсы жұп, қайсы тақ екенін апайым түсіндіріп жатқан кезде, миссис Альфия маған тақ сандарды қалай айтып еді? Odd деп айтты деп, жұп сандарды even деп айтты деп, барлығын айтып беріп отырасың. Жарай ма? Сен енді тек қана қазақша ғана емес, енді ағылшынша да білесің. Не деген кереметсің сен? Мен саған сондай тәнтімін. Окей, балақай. Алдағы бізде сабақтарда бізде тест болады, Сол тесттен сүрінбей өту үшін, сондай сынақтан сүрінбей өту үшін, біз сандарды одан әрмен жақсы білуіміз керек. Ол үшін қазір мен сенімен қосу, азайту ойынын ойнағым келіп тұр. Ол үшін мына 3 түрлі ұғыммен таныс бол. Қосу, азайту және тең деген. Қосу дегеніміз ағылшынша plus. Repeat after me. Plus. Plus. Ал азайту дегеніміз ағылшынша minus. 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 Енді үшінші таңбамыз ол бізде тең болады. Тең болады ағылшынша equal. Equal. Repeat after me. Equal. Окей. Тағы да бір қайталайық. Plus, minus, and equal. Okay, my dears, we will solve some examples in math.
Окей, math дегеніміз математика сабағы. Math. Solve деген шығарамыз есепті, және examples ол мысал деген сөз. For example, 5 plus 1 equal 6. Көрдің ба? Мен ағылшынша есеп шығардым. 5 қосу 1 тең болады 6. Енді сенің кезегің. Yes, you are right. 1 plus 1 equal 2. Very good. The next example. Yeah. 3 plus 2 equal how many? Qancha bo'ladi? Equal 5. Okay, very good. And the next, 9 plus 1 equal 10. Okay, балақай, енді сенде де математика сабағы бар ғой. Ендеше сол математика сабағында осындай есептер берілсе, сен ағылшынша айтып отырсаң, тіпті тез үйренетін боласың. Я? Енді азайту кішкене шығарайық мысалдарды, okay? For example, 2 minus 1 equal 1. Very good. Қалай сен тез менен бұрын айтып қойдың? Келесі. 3 minus 1 equal 2. Yes, you are right. And the next. 10 minus 5 equal 10 minus 5 equal 5. Very good. Good job. Okay. Я балақай, бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Бүгінгі сабағымыз тақ және жұп сандарды үйрендік, odd and even деп. Одан кейін біз қосу азайту үйрендік. Саған үй жұмысына қазір мен бірнеше мысалдарды келтіргім келеді. Соны үйге ал. Жарай ма? Сонымен біздің сабағымыз тамам. Үй жұмысына қазір осы видеоның соңында саған есептер беріледі. Сол есептерді ағылшынша маған айтып бер, немесе жазып берсең де болады. Окей? Жақсылап отырып, мамамен, апамен, атамен де осылай ағылшынша мен есеп шығара аламын деп мақтан етіп өз-өзіңді керемет етіп есеп шығарып бер. Келесі сабақта кездескенше, келесі сабақта біз ертегі туралы болады. Сондықтан да ертегі қарауға дайындал. See you in the next lesson. Goodbye.